Желіде сұмдық хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды білгенше болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз кабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Гарвард профессоры жерге жақындап келе жатқан апат туралы айтты. Гарвард университетінің профессоры Аллен Игон Чалакиянның басшылығы мен ақш сарапшылары қауіпті жаһандық апат туралы ескертті деп хабарлайды Массагет кз тілшісі Тенгриньюске сілтеме жасап. Жер ядросының ерекше ығысуы мен тұрақсыздығы, сондай-ақ планетаның айналуы, осының оралысуы, өзгеруінің кездейсоқ және ретсіз үдеуі бар, дейді профессор. Сарапшылар қауіптің көбеюін мұхиттардың процесін және салқындату механизмі ретінде әрекет ету мүмкіндігін жоғалтумен байланыстырады. Бұл алдағы жылдары жердің өз-өзін құртуына әкелуі мүмкін. Басқа жаңалықтар білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, қымбатты көрермен, сау саламат болыңыздар.